Оңай тоқыма каналына қош келіпсіздер. Бүгінгі мастер-класста біз 5-6 жастағы, 6,5 жастағы қыз балаға арналған осындай беретка тоқып үйренетін боламыз. Бұл күзге киюге, көктемге киюге арналған өте оңай тоқылады. Және де осындай кішкентай жүрекшелерді яғни түсірдім. Бұның мастер-класын, жүрекше тоқудың мастер-класын менің каналымнан таба аласыздар. Бас шеңбері 52 сантиметрге арналып тоқылған. Осы дөңгелектің яғни ұзындығы 22 сантиметр. Ал енді жұмысымызға кірісейік. Тоқымаға кіріспес бұрын бізге қажетті заттарымыз, белгілеуге арналған маркер немесе жіп болса жеткілікті. Басқа түсті жіп, және де осы Milk Cotton жібін қолдандым, өте жұмсақ, бұл түктелмейді, және де бізге крючок номер 3,5 қажет болады. Ал олай болса іске сәт барлығымыз бірге тоқып үйренейік. Тоқиын деп жатқан жібіміздің ұшын яғни осылай шығарып 1 метрдей қалдырып қоямыз. Оны қазір тоқу барысында айтатын боламын. Енді осыдан 1 метр қалдырғаннан кейін осылай шеңбер жасаймыз. Мынау бізде тоқып жатқан жұмыс жібіміз, мынау жіптің ұшы. Енді осы шеңбердің ішінен жібімізді шығарып алып, бір петля көтереміз осылай. Енді әрі қарата осы шеңбер ішінен жай бағандармен 14 столбик, яғни 14 баған тоқитын боламыз. 2, 3, 4, 13, 14. Мінекей 14 столбик без накида тоқыдық. Енді бағана қалдырып қойған жібімізді тартамыз осылай. Қатты тартпаймыз, кішкене осылай ашық етіп қалдырып қоямыз. Енді мынау тұрған, бірінші тұрған петлядан осылай етіп, бұл яғни спираль ретінде айналдыра тоқылып кетеді. Біріктірмейміз, айналдыра тоқитын боламыз. Енді бізге маркер қажет болады, немесе осындай қалдық жіптерден белгілеп қоямыз. Біз жаңағы тоқыған жерге жұмыстың басталуы ретінде қателеспеу үшін осылай етіп маркермен белгілеп қоямыз. Енді әрі қарата осы тоқылған жерден тағы да бір столбик без накида тоқимыз. Әрі қарата әр бағаннан мінекей біріншісінен бір столбик без накида, одан кейінгі тұрған бағаннан 2 аламыз. Дәл осы жерден тағы да біреу. Мінекей. Енді тағы да біреу, келесінен 2. Яғни қайталану арқылы бір петлядан 2, одан кейін біреу, 2, біреу. Дәл солай қатар аяқталады. Егер сіздер дұрыс тоқитын болсаңыздар, сіздерде мына жақта бір столбик без накидамен тоқталады. Оның алдында бір жерден, яғни 2 столбик без накида аламыз, содан кейін бір столбик без накида тоқылады. Дәл осылай соңына дейін тоқимыз. Мінекей екінші қатар аяқталды. Міне жаңа айтқанымдай, менде оның алдындағысында бір жерден 2 баған алдым, одан кейінгісінде 1 баған алдым. Егер сіздерде дұрыс шығатын болса, дәл осылай қайталанады. Енді мына жібімізді алып, дәл осылай мынаның ортасына белгі ретінде тағы да қалдырып қоямыз. Енді осы жіп тұрған жерден тағы да 2, бір жерден 2 рет столбик без накида аламыз.
одан кейінгі тұрған келесінен біреу, одан кейінгіден тағы да біреу. Алдыңғы қатарда біз бір жерден біреу алған болсақ, үшінші қатарда ол енді екі рет әр қайсынан бір бағана алатын боламыз. Енді тағы да келесі тұрған баған петлядан бір жерден екеу аламыз. Енді әр петляның әр қайсысынан біреу аламыз. Бір, одан кейінгі петлядан тағы да біреу. Міне енді екеу, бір, дәл осы жерден екі. Одан кейінгі петляның әр қайсысынан бір, одан кейінгісінен бір. Дәл осылай қатар жалғаса береді. Дәл осы тұсқа дейін қайтадан өзіміз тоқып шығайық. Мінекей менде қатарым әр петлядан бір столбик без накида тоқу арқылы аяқталды. Енді үшінші қатар аяқталды, төртінші қатар. Тағы да маркерімізді, жібімізді алып, осылай белгі ретінде, жұмыстың басы ретінде белгілеп қоямыз. Жіп тұрған жерден тағы да осы жерден екі рет аламыз. Мінекей бір, тағы екі. Енді алдыңғы қатарда біз бір жерден екеу алғаннан кейін, одан кейінгісінен әрқайсынан біреуден алдық. Енді бұл жолы үшеуден. Яғни осылай тоқу арқылы әр қатар сайын көбейіп отырады. Көбейгенде қалай? Мысалы, сіздер бірінші жұмыстың басы ретінде екеу алдыңыздар. Қазір біз әр қайсынан біреуден аламыз. Келесі тұрған мінекей. Жақынан көрсетейін. Міне, екеу алдық. Енді мына жерден біреу, мына жақтан біреу аламыз. Сонда үшеу болды. Одан кейінгі петлядан екеу аламыз бір жерден. Алдыңғы қатарда ол бізде, қарап отырсаңыздар, мінекей, алдыңғы қатарда бізде бір жерден екеу алғанбыз. Соның біріншісінен, егер қателесем десеңіздер, соның біріншісінен екі рет алынады. Мінекей, тағы да көрсетейін. Міне, мына жақта, міне тағы да екеу алғанбыз. Осы екеу алған жердің біріншісінен тағы да екеу аламыз. Дәл солай жұмыс қайталана береді. Өзіміздің тоқитын өлшемге келем дегенше дәл осылай арасындағы алатын бағандар саны арта түседі. Менің жағдайымда, менің тоқу барысым, тығыздығым бойынша мен осы аралықта, яғни мынау екеу, одан кейінгі тағы да мына жақтан екеу аламыз дедік қой. Осының аралығындағы әр петля менде 19 болғанша спираль шеңбер тоқитын боламын. Ал сіздер өздеріңіздің өлшемдеріңізге сәйкес, жаңағы түсіндіріп өткенімдей, аралығында қанша петля, сонша тоқисыздар. Мен алдында айтып өткенімдей, менің яғни осы шеңберім 22 сантиметр болғанша мен тоқитын боламын. Ал менде осы 22 сантиметрде аралығым 19 петля шықты. Екі жерден көбейткеннің аралығы менде 19 петля әрқайсынан алғанда. Ал сіздер өздеріңіздің өлшемдеріңіз бойынша тоқисыздар. Мен осы шеңберімді тоқып алдым. Енді өлшеп көрейік. Мінекей. Міне, менде 22 сантиметр шықты. Міне. Мен аралығы 19, мінекей, мына аралық пен мына аралық 19 болам дегенше тоқыдым. Яғни сол 19-ым 22 сантиметр шықты. Енді әрі қарата көбейтпей, азайтпаймыз да, көбейтпейміз да, 7 қатар осылай тоқып аламын. Мына жақтан біз біріктірмейміз, қайтадан осылай спираль тәріздес алып, столбик без накидамен біріктірмей тоқып кете береміз. Санап отырамыз. Бұл бірінші қатар. Дәл осылай етіп 7 қатар тоқимыз. Қазір мен бірінші қатарды басып кеттім. Дәл осылай тағы да 6 қатар тоқимын. Бар жоғы 7 қатар болады.
мінекей мен 7 қатар ешқандай көбейтпей азайтпай 7 қатар тоқып алдым. Енді міне менің бастаған жерім, маркер тұрған жер. Осыны қараймыз. Мінекей мына жерге қазір маркерімізді алып осы тұсқа қыстыратын боламыз. Бұл қатардың басталуы ретінде қойып қоямыз. Енді осы жерден біз қысқартуды бастайтын боламыз. Ол үшін осы жіп тұрған жерге, маркер тұрған жерге крючогымызды шығарып, жібімізді іліп аламыз. Одан кейінгі тұрған петлядан тағы да крючокты салып, жіпті шығарып аламыз. Крючокта 3 жіп, үшеуінен осылай бір жіп шығаратын боламыз. Қайтадан 19, біз мына жақта екі көбейткеннің аралығы 19 петля еді ғой, 19 столбик без накида еді. Соны қайтадан 19 столбик без накида тоқып, тағы да қысқартатын боламыз. Мінекей санаймыз. 1, 2, 3, 16, 17, 18, 19. Енді қысқартамыз. Мінекей қарап отырсаңыздар, біз қысқартқан бір жерден 2 петля алған жеріміз мінекей қысқартуға тура келеді. Міне. Енді осы 2 петляны қысқартамыз. 1, келесіне аламыз. 2. Аралықты 19 столбик без накида тоқыдық. Енді қайтадан қысқартамыз. Тағы да 19 столбик без накида тоқимыз. 2, 3, 4, 17, 18, 19. Қайтадан қысқартамыз. Егер сіздер қателесіп жатырмын десеңіздер, қысқартқан жерлеріңізге қараңыздар. Мінекей бір жерден 2 рет алдық. Осы тұсты, міне осы екеуін қазір қысқартамыз. Мінекей. Яғни осы жерден біреу, келесі тұрған біреу. Міне крючокта 3 жіп, үшеуінен біреу шығарамыз. Дәл осылай. Енді әрғараты тағы да 19 столбик тоқимыз. Дәл осылай соңына дейін жалғасып кете береді. Осы жерге дейін тоқимыз, сосын тағы да көрсетемін. Мінекей қысқартудың бірінші қатарын аяқтадым. Енді маркер тұрған жерден қысқартудың екінші қатары, маркер тұрған жерден крючокты кіргізіп жіпті шығарып аламыз. Алдыңғы қатардағы екеу қысқартқан жерден, яғни крючокты салып аламыз. Одан кейінгі тұрған петлядан тағы да крючокты шығарып алып, үшеуінен біреу шығарамыз. Енді біз алдыңғы қатарда 19 столбик без накида тоқсақ, енді 18 столбик без накида тоқитын боламыз. Мына жіпті мынаған қойып қояйық. Енді 18. 1, 2, 3. 18 столбик без накида тоқыдым. Енді алдыңғы қатарда қысқартқан жеріміз тұр. Мінекей. Осы жерден жіпті шығарып аламыз. Одан кейінгі петлядан тағы да жіпті шығарып аламыз. Осы үшеуінен біреу аламыз. Мінекей. Әрі қарата тағы да 18 столбик без накида тоқимыз. Дәл осылай соңына дейін жалғасады. Енді қысқартудың үшінші қатарында тағы да бірінші тұрған петлямен одан кейінгі петляны қысқартамыз. Аралықты 17 тоқимыз. Одан кейінгі қатарда 16, одан кейін 15, дәл осылай жалғасып кете береді. Мына жақта бізде 11 петля, 11 столбик без накида қалғанша осылай қысқартып бара береміз. Мінекей мен 11 столбик без накида қалғанға дейін тоқыдым. Және де мына жақтан тоқ бастап кеттім. Столбик без накидамен тағы да 3 қатар жүріп өткім келді.
кішкене баланың басына өлшеп көрдім мықты тұру үшін. Сіздер тоқсаңыздар да болады бұны, үш қатарды негізі өлшеп көресіздер. Егер басына сәл кеңдеу болып тұрса, тағы үш қатар немесе екі қатар тоқисыздар. Ал барлығы ойдағыдай болса, мұны тоқудың қажеті жоқ. Мінекей дәл осылай мен тағы да қазір жай бағандармен қысқартпаймын, көбейтпеймін. Осы күйінде тағы да үш қатар тоқып шығамын. Міне береткамды мен тоқып жібімді жасырып қойдым. Мінекей білінбейді қай жерден аяқталғаны, ешқандай шов түспейді. Тағы да бір айта кететіні, бұны оң терісін жаңағы екі жағында кие беруге болады. Қаласаңыздар мына жағынан айналдырып кисеңіздер болады. Немесе осы оң бетімен қалдырсаңыздар да болады. Мен осындай жүрекше тоқып қойдым. Мінекей бұның мастер-классы менің каналымнан таба аласыздар. Ссылкасын описанияға қалдырып кетемін. Енді мына жақтағы кішкентай ғана төбесіне беретканың бауын тоқитын боламыз. Қалдырып кеткен жібімізді күрчек номер менде 2,5-ды алдым. Мінекей осы тұсқа кішкене жібімізді тартып алайық. Міне қалдырған жерден осылай бір петля шығарып алдық. Енді әрі қарата 11 немесе 10, қазір көреміз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 тоқсақта жетеді, қатты дөбі кететін сияқты. Енді осыны әр петлядан кері қарай жүреміз. Мінекей, одан кейінгі петлядан алып, столбик без накида. Міне соңғы петля қалды. Міне бұдан да бір петля шығарып алдық. Енді осыны мына тоқып жатқан мінекей тесік қалдырдық, соған бекітетін боламыз. Мына жақтағы ұшын алып алып, мінекей ұшын алып, қалдырып кеткен жаңағы жібімізді мінекей мына ұшына өткіздік, одан кейінгі тоқып жатқан петляға өткіздік. Енді мына тесіктің келесі қарама-қарсы бетіне бұның да 2 петлясын алып өткіземіз. Қазір біреу алынды. Енді біріктіру петлясы арқылы бір-біріне қосамыз. Мінекей. Енді осыны бекітеміз. Жібімізді қиып аламыз. Енді мына бетіне қазір шығарып көрейік қалай болған. Мінекей. Оңына айналдырып шығарған кезде осындай кішкентай ғана бау шықты. Мінекей біздің береткамыз дайын болды. Өте ерекше, қарапайым әрі бірінші тоқығаннан ақ әдемі шығады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Жансая.